Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын бюджетный котлет жасаймыз геркулестен. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. 100 грамм геркулесті бірінші салып, су құйып аламыз. Ол жібіп бұғып тұру үшін. Сосын осыдан котлет дайындаймыз. 5 минутқа қойып қоямыз. Су құйып крышкасын жауып. Геркулесіміз дайын. Енді маған керек осындай піскен 6 картоп, 1 пияз. Күштен өткізіп алам оларды. Сосын жұмыртқаның ағы керек қосып илегенге, сыртын орағанға тұз керек, бұрыш керек, сыртын орағанға ұн және бір жұмыртқа керек жарылған. Геркулес ыдысымызға салып, тұз бен бұрышымызды саламыз, жарылған жұмыртқаның ағын саламыз. Піскен картопты күштен өткізіп аламыз. Пиязымызды күштен өткізіп аламыз. Бәрін қосып иледім, міне осындай болады. Котлетіміз жұмыртқаға салып, одан ұнға салып орап аламыз. Котлет формасында дайындаймыз. Осылай котлеттерімізді дайындап аламыз. Осылай котлеттерімізді салып қуырып аламыз біртіндеп. Шашылып кетпейді, өйткені ішіне жұмыртқаның ағын қосқанбыз, сыртына жұмыртқа ұн оралған. Котлетіміз дайын. Өте бюджетный болатын, әрі диетистский, тез дайындалатын котлет. Егер де менің котлетім рецепті ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.